Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 5 сынып математикасының арифметикалық амалдардың қасиеттері тақырыбын өтетін боламыз. Қосудың қасиеттері. Сонымен бірінші бізде қосудың ауыстырымдылық қасиеті. Бірінші мысал, координаталық сәуледе 8 және 3 сандарының қосындысының мәнін табайық. Яғни, мінекей координаталық сәуледе біз 8-ге 3-ті қосатын болсақ, біз 11-ді аламыз. Ал бірақ керісінше 3-ке 8-ді қосатын болсақ, біз тағы да 11-ді аламыз. Мінекей бұдан шығады бізде 3 қосылған 8 тең болады 8 қосылған 3-ке. Қосылғыштардың орындарын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Бұл қосудың ауыстырымдылық қасиеті. Яғни қосылғыштардың орнын қалай ауыстырсақ та біз дәл сондай қосындының мәнін аламыз. Әріптермен жазсақ, А қосылған В тең болады В қосылған А. Мұндағы А және В кез келген сандар. Мысалы, 2 қосылған 7 тең болады 7 қосылған 2-ге. 2-ге 7-ні қоссақ 9-ды аламыз. 7-ге де 2-ні қоссақ біз 9-ды аламыз. Яғни теңдігі тура теңдік, себебі қосу амалында ауыстырымдылық қасиеті орындалады. Қосудың терімділік қасиеті. Екінші мысал. Координаталық сәуледе 2 қосылған 6, қосылған 3 қосындысының мәнін табайық. Неге оны былай да жазуға болады. 6 қосылған 2-ні және оған қосамыз 3-ті дедік. Немесе 4 деп алайық. Осы 4-ке қосамыз 6 қосылған 1-ді дейік. 6-ға 1-ді қоссақ біз 7-ні аламыз. Ал 7-ге 4-ті қосатын болсақ, біз 11-ді аламыз. Ал мұнда болса 6-ға 2-ні қосатын болсақ, біз 8 санын аламыз. Ал 8-ге 3-ті қосатын болсақ, тағы да 11 санын аламыз. Яғни, біз қалай қоссақ та, бұл жерде терімділік қасиеті бойынша бұлар тең болып шығады. Яғни 6 қосылған 2 қосылған 3 бізде тең болады 4 қосылған 6 қосылған 1-ге. Яғни 6 қосылған 2 қосылған 3 бізде 6-ға 2-ні қосамыз 8, 8-ге 3-ті қосамыз 11-де аламыз. Дәл сол сияқты бұл жерде де 4-ке қосамыз 6-ны, оған қосамыз 1-ді, бұл жерде де 4 қосылған 7 болады да, ол 11-ді береді. Яғни екеуінен де 11 деген мән шықты. Екі санның қосындысына үшінші санды қосу үшін бірінші санға екінші сан мен үшінші санның қосындысын қосуға болады. Бұл қосудың терімділік қасиеті. Әріптермен жазсақ, А жақшаның ішінде А қосылған В, оған қосамыз С-ны. Немесе А қосылған жақшаның ішінде В қосылған С. Мұндағы А, В және С кез келген сандар. Мысалы, 40 қосылған 12, оған қосамыз 30-ды, тең болады 12 қосылған 50 қосылған 30. Екеуінен де 98 деген мән алынады. Мысалы, 40 қосылған 12 қосылған 40, тең болады 12 қосылған 50 қосылған 30. Бұл екеуінен де бізде 92 деген жауап шығады. Яғни, 40-қа 12-ні қосатын болсақ, бізде 52 саны шығады. Ал 52-ке 40-ты қосатын болсақ, бізде 92 болады. Ал немесе 12-ні алайық та, оған қосамыз дейміз 50 қосылған 30-ды. 50-ге 30-ды қоссақ 80-ді аламыз. 80-ге 12-ні қоссақ 92-ні аламыз. Екі жағдайда да біз бірдей 92 санын алдық. Көбейтудің қасиеттері. Көбейтудің қасиеттерін әріпті теңдіктер түрінде және оған сәйкес ережені кестеге толтырып жазайық. А, В және С кез келген сандар. Мінекей біз көріп отырмыз. Бұл жерде бірінші ауыстырымдық қасиеті. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Яғни А көбейтілген В тең болады В көбейтілген А-ға. Одан кейін терімділік қасиеті. Бұл жерде де қосудағыдай екі санның көбейтіндісін үшінші санға көбейту үшін бірінші санды, екінші санды және үшінші санды көбейтіндісіне көбейтуге болады. Одан кейін көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиеті. Бұл жерде қосындыны санға көбейту үшін сол санға әрбір қосылғышты жеке-жеке көбейтіп, одан шыққан көбейтінділерді қосуға болады. Яғни, жақшаның ішінде А қосылған В болатын болса, сонымен жақшаның сыртында С деген көбейткіш болса, бізде жеке-жеке жақшаның ішіндегі А және В сандарына біз С-ны көбейтіп шығамыз. Сонда А көбейтілген С қосылған В көбейтілген С болады. Көбейтудің азайтуға қатысты үлестірімділік қасиеті.
айырманы санға көбейту үшін сол санға азайғышты да азайтқышты да көбейтіп, бірінші көбейтіндіден екінші көбейтіндіні азайтуға болады. Яғни, дәл сол алдыңғыдай жақшаның ішінде А азайтылған В болатын болса, сыртында С деген көбейткішіміз болатын болса, біз С деген санды А-ға да В-ға да жеке-жеке көбейте аламыз. Сонда көбейткен кезде А көбейтілген С азайтылған В көбейтілген С болады. Ондағы А үлкен болады В-дан. Мінекей біріншіге мысал алайық. 34 көбейтілген 5 бізде тең болады 170-ке. Ал 5-ті көбейтеміз 34-ке, ол да тең болады 170-ке. Яғни көбейткіштердің орны ауысқанмен де көбейтіндінің мәні өзгермейді екен. Онда 34 көбейтілген 5 тең болады 5 көбейтілген 34-ке. Теңдігі тура теңдік. Және көбейтудің термілік қасиеті. Бұл жерде жақшаның ішінде бізде 25 көбейтілген 4 болатын болса, оны көбейтеміз 5-ке десек, яғни ол тең болады 25 көбейтілген жақшаның ішінде алдымен 4 көбейтілген 5-ке. Яғни 25-ті 4-ке көбейтсек, біз 100 деген сан аламыз. 100-ді 5-ке көбейтетін болсақ, 500 деген сан шығады. Ал мұнда 25-ті алып, 4 көбейтілген 5-ке, яғни 4-ті 5-ке көбейтетін болсақ, 20 болады. 25-ті 20-ға көбейтетін болсақ, 500 деген сан шығады. Екі жерде де бірдей 500 деген мән алынды. Яғни терімділік қасиеті осы. Және де үлестірімділік қасиеті. Бұл жерде, мысалы, 100 қосылған 4 болатын болса, біз осы 100-ге, осы 12 санын біз 100-ге де 4-ке де көбейтеміз. Сонда 100 көбейтілген 12 қосылған 4 көбейтілген 12 болады. Себебі бізде жақшаның сыртында 12 тұрды. Соны жеке-жеке көбейтіп шықтық. Сонда 100-ді 12-ге көбейтсек 1200 болады. 4-ті 12-ге көбейтсек 48 болады. Сонда 1248 деген мән алынады. Ал мұнда 70 азайтылған 43 көбейтілген 18 болатын болса, сонымен жақшаның ішіндегі 70-ке көбейтеміз 18-ді. Және азайтамыз деймізде 43-ке тағы да 18-ді көбейтеміз. Сонда 70 көбейтілген 18 азайтылған 43 көбейтілген 18 болады. 70-ті 18-ге көбейтсек 1260 болады. Ал 43-ті 18-ге көбейтсек 774 болады. Сонда 486 деген мәнді аламыз.